Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді балалық шақтың бал дәмі орешки дайындайтын боламыз. Ең алдымен орешкидің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен қантты қосып араластыратын боламыз. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Осылай венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Енді алдын ала ерітілген сары майды құйып, тағы да араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін жарты шай қасық ас содасы және де жарты шай қасық разрыхлительді қосып, тағы да араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Осылай жұмсақ болып шығу қажет. Енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке, яғни тоңазытқышқа 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, осылай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Таразының көмегімен өлшеп алсаңыздар болады. 6-7 граммнан өлшеп аламыз. Егер үйіңізде таразы болмаса, көз мөлшерімен осылай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Барлығын осылай бөліп дайындап қоямыз. Осы уақытта орешницамызды тоққа қосып, қыздырып қоюымыз қажет. Қызып тұрған орешницамыздың орнына дайындап қойған қамырымызды осылай салып шығамыз. Шамамен 2 минут уақыт өткеннен кейін біздің орешкиіміз қызарып, пісіп шығады. Пісіп шыққан орешкиімізді осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен алып шығамыз. Орешкелерді алып жатқан кезде абай болуымыз қажет, әйтпесе біздің қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Міне, менің алғашқы орешкелерім осылай пісіп шықты. Қалған орешкиімізді де дәл солай пісіріп аламыз. Біздің барлық орешкелеріміз пісіп шықты. Енді ортасына салмасын салатын боламыз. Салмасын өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен нутелла пайдаландым. Салмасына сіздерге Деп фирмасының вареный сгущенкасын ұсынамын. Өте қою, дәмі ерекше болып шығады. Және де ортасына қалауларыңызша орех салсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп салмасын салған кезде кішкене шет жақтарына шығарып жақсаңыздар, біздің орешкеларымыз жақсы жабысатын болады. Қалған орешкеларымызға да дәл солай салмасын салып дайындап шығамыз. Осымен біздің өте дәмді орешкеларымыз дайын болды. Үй жағдайында өте оңай және де тез дайын болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.